Saat уже 7 болды. Шүкір, по идее уақытылы, но все равно негізі автобус өте кеш келеді. Автобусқа тақап келіп қалатын кездер болады ғой, типа. Yok, сондай болып тұр ғой да. Бәріне сабылған ескерткіштер бар. Сонымен қатар Ыдыстардан түркі елдерінен тексіз қалса. Баға суық. Бағана еще сабақта отырмыз, бірдеңе құйды. Кстати, менде қазір ғана қарасам, дәрежесінде бір нәрселер шыққан, қотырды. Мына жер шыққан, мына жерлерім қышықты, мына жер тоже. Не знаю, неден екенін. Бағана, короче, мысықтан сипаланады, мысықтан аллергия шығып кеткен жоқ па деп ойлады. Мен, короче, күні бойы жаттым. Классно. Күшті тамақ сестрам істеп қойыпты. Уж бастап қойдым жеп. Вот. Қазір сағат примерно 8-ден асты. Точно білмеймін. Қазір тызы орындаймыз. Тызы. Вообще. Үй жұмысы. Сондай сабақ оқарылған лампа бар. Лампа дейді. Короче. Блин, бүгін өте сондай көп тапсырма. Сағат 11-ден тапсырма прям барын орнау жоқ, потому что шаршап кеттім. Кітаптарымды салып сумкам полностью дайындап қоямын ертеңге. Завтрак все. Вот еще осындай кекс екен. Ақырки әкем осындай астына колбаса бар, нан бар істеп қойған. Короче, сумка менде толып тұр ғой, прям аяқ киім бар. Аяқ киім бәріне кие салдым. Еще блайкта киім бар. Сумка. Блин, да. Суық. Мен андай қалың курткамен тоже жаурай жатырмын. Ана сабақтан шықтым. Папа біздің мысықты Грейсиді ветеринарға апарамын, потому что оның ауыратын бір уақыты келді. Сосын мектепте алып кетуге келген кезде мен машинаға кірсем, ішінде Грейси отыр. Короче, мен сағат примерно 4:30-дарда келдім үйге. Күні 6 сабақ болдық. Күні ойнап, істеп жүргеннен кейін жеңіл өтеді да сабақтар, бірақ қиналып, шаршап тұрмыз, но все равно шаршайсың. Тесіл обедімді іштім, мен телефон прям ақтарып отырған, уақыт болған жоқ. Бағана қарадым, кішкене инстаграмда 5 минуттай ғана қараған шығармын, а так менде уақыт жоқ.
Потому что сегодня у нас тренировка. Южнан менде кішкене ғана адыс тұрған, соны жуып тастадым. Үй жұмысы. Хорошо, что бүгін бізде үй жұмысы өте аз. Бір ғана сабақтан үй жұмысы, и то как бы әшейін көшіріп салатындай. Көшіретін үй жұмысы да бір ойлағанындай емес. Оны 5 минутта тоже бітіріп тастадым. И вот қазір сағат бізде 4 ровно. Маған жуыну керек. Мен шықтым, жуынып. Всего 20 минуттың ішінде жуынып шықтым. Это рекорд. Обычно бір сағат жуынатын. Қазір менде 1,5 сағат бос уақытым бар. Но оның 30 минут емес, ладно. 15-10 минутын қазір неге сумкаларымды дайындап, заттарымды дайындап, тренировка соған арнаймын. Қалған уақыттан ход бір 5 минут алады. Потом видеомонтаждау, басқа тректерімді бітіріп тастағым келіп отыр. Здесь у нас сумка и мусор. Извините, гаража я вам